сорлы халық меніңше екеуі де сорлы. Еврейлер болса енді 1000 жылдай қаңғырып тұрған жерлерінде бәрін көресіңді көріп, білесіңдер, геноцид болды, ана болды, мына болды. Гитлерде, орыстар да погромдар жасады, Польшада погром жасады. Енді оларды жалпы көп жерде енді жек көрді. Неге десеңіз, меніңше ол енді Карл Маркс па біреу айтушы еді ғой, бір парода, ұлт емес, бір парода сияқты. Ерекшелігі бар әрине. Білесіздер, қазір енді еврейлердің ана Нобель лауреаттардың енді 50%-тен көбі сол еврейлер, мысалы, мұсылман елдерден, арабтардан ешкім жоқ деуге болады. Әрине олар ерекше физика жағынан болсын, математика жағынан болсын, юристер болсын, тағы да врачтар, жан-жақтан. Олар енді солай өмір солай оларды тәрбиелеген шығар деп ойлаймын. Және кейін енді олар сондай мүмкіншілік болғаннан кейін